Сәлем достар, рамен по-домашнему жасайық. Бұл рецепт бойынша мұнда бәрі состав жазылған. Керек заттар: пекин капустасы, балық майы, 2 қасық куриный филе керек, перец, ащы перец керек, көк пияз керек, спагетти номер 1 деген ең жіңішке түрі керек. Курицамызды, грудканы 1 сағат қайнатып аласыздар. Соның сорпасына 2 қасық балық майы мен 2 қасық соевый соус саламыз. Жайлап қайнатып, оған қызыл бұрышты салдым. Ащы қызыл бұрышты салдым. Жартысын ғана салу керек. Менде сушеный болды, сондықтан бәрін салуға тура келді. Өте ащы болмады менде. Осыларды салып, спагеттимізді саламыз. Спагетти 5 минутта тез пісіп қалады. Жай қайнатып қоямыз. 5 минуттан кейін қалған көкөністерімізді саламыз. Пекин капустасын, көк пияз, шпинатты саламыз. Тағы да 5 минут қайнататын боламыз. Уже дайын. Осылай 2 жұмыртқаны дайындап пісіріп алып, украшать етеміз. Ас болсын.